Белгісіз бір ауылда қанағат дегенді білмейтін тойымсыз бай өмір сүріпті. Неге сондай қанағатсыз екені белгісіз, өмірінде басқа адамдарға бірде-бір рет көмектеспеген екен. Бай үйінің тура алдында бір ағаш өсіп тұрады. Жаз болса сол талдың түбінде бай өзі көрпеше төсеп жатып демалғанды ұнатады. Сол ауылда бір ақылды, жаны таза жас жігіт тұрып жатады. Bir күні әлгі жігіт сырттағы күріш алқабында жұмыс жасап жүреді. Күн қатты ыстық болған соң ол әлгі бай үйінің алдындағы талдың көлеңкесіне барып жайғасады. Көлеңкеде ұйықтап жатқан байдың жанына барып, жігіт тынығады. Bir кезде демалып жатқан әлгі бай оянып кетеді. «Ей ақымақ, сен біреудің көлеңкесінде демалып жатқаның қалай?» дейді. Қарынды да қалталы байдың сөзіне таң қалған жігіт шошып кетеді. Көздері алайып қарап қалыпты. Bir кезде ол байдан: «Мырза, мынау ағаштың көлеңкесі де сіздің затыңыз ба? Сіздің меншігіңіз бе?» деп сұрайды. «Мынандай ақымақты көрдің бе? Мына талды менің арғы аталарым мен бабаларым егіп кеткен. Біздің әулеттің заты болмағанда кімнің заты болады деп едің? Тез табаныңды жалтырат бұл жерден». Жігіт байдың сөзін естіп, оған зығырданы қайнап, жек көріп қалады. Қанша бабаларының егіп кеткен талы болса да, мынандай аптапта көлеңкеден қуу адам ақылына симайтын іс қой деп ойлаған жігіт, байды қалай тақырға отырғызып алдасам екен деп, қайтадан сөз бастайды. «Мырза, мен соны да білмей қателік жасаған екенмін. Ағаштың көлеңкесі маған сондай қажет еді. Оны маған сатсаңыз қалай, а?» деп бойдақ жігіт оған қарады. Бойдақ жігіттің сөзін естіген бай бірден басын жерден жұлып алып ойланып қалады. «Ақша төлеп мына талдың көлеңкесін сатып аламын дейсің бе?» «Иә, солай мырза». «Жақсы, олай болса ағаштың көлеңкесін саған сатам». «Мырза, енді қаншаға бересіз?» «Бұлай өзі, талдың көлеңкесінің үлкендігі мен жалпақтығына қарай 5 теңге ақша бересің». Байдың сұрағаны көп болса да, сол күні алған қарызына жігіт тәуекелге бел буып, талдың көлеңкесін сатып алады. «Ал жақсы, санап алыңыз, мынау 5 теңге. 1, 2, 3, 4, 5. Дұрыс болды. Бұдан бұлай, мынау сенің меншік көлеңкең». «Иә, дұрыс айтасыз мырза, әрине. Енді сіз мына көлеңкенің астынан шығыңыз тез». «Ақымақ, байғаныңды көрейін, ағаштың көлеңкесі не пайда әкелер екен?» деп, бай басқа ағаштың көлеңкесіне орнын ауыстырып, 5 теңгені санап мәз болып жатады. Біраздан кейін күннің көзі батыс жаққа түсті. Күннің батуы ұзақ болған соң, жігіт сатып алған ағаштың көлеңкесі байдың ауласының ішіне созылып түсті. Жігіт меншік көлеңкесінің соңынан жүріп, байдың ауласына қарай орнын ауыстырды. Бірақ бұған бай ашуланды. «Сен ақымақ, басқаның ауласына қалай баса көктеп кіресің? Неғып жатырсың? Шықпайсың ба?» «Мырза, мен ағаштың көлеңкесінде тынығып жатырмын. Сіз 5 теңгеге сатқан ағаштың көлеңкесі емес пе бұл?» Бұл сөздерді жігіт саспай айтады. Жігіттің сөзінің жаны бар. Бай одан әрі аузын аша алмады. Күннің жылжуына қарай ағаштың көлеңкесі де жылжып байдың үйінің ішіне түсті. Жігіт аяғын да шешпей байдың үйінің кіреберіс бөлмесіне жайғасып отырып алды. Кейде жатты да. Бұны көрген бай тағы ашуланып: «Сен неге біздің үйге аяқпен кіресің? Тез шық!» деді. «Не деп тұрсың мырза? Мен жатқан жер сіз сатқан ағаштың көлеңкесі емес пе? Мен тек соның соңынан жүріп отырмын. Ол қайда түсет, қайда барат, мен сол жерге барып тынығып демалам. Жатам ба, отырам ба, шалқаям ба, тұрам ба, өзім білем». Әлде қашан сатып жіберген ағаштың көлеңкесі болған соң, бай бұл сөзді естіп, қарсы бір ауыз сөз айта алмады. Біраз уақыт өткен соң ағаш көлеңкесі байдың үйінің төргі бөлмесіне дейін түсті. Бұл жолы да жігіт аяғын шешпестен көлеңкенің соңынан байдың үйінің төргі бөлмесіне дейін кіріп алды. Ол үйдің ішіне кіріп, үй ішіндегі адамдарға зеки бастады. «Тұрыңдар бұлай, бұл ағаштан түскен көлеңке менің көлеңкем. Ешкімнің бұл көлеңкенің астында тұруына да, жатуына да болмайды. Тез шығыңдар дейім» деген. Жігітке үй ішіндегі байдың отбасы ештеңе істей алмады.
Байдың отбасы жігітке ағаштың көлеңкесін сатқаны туралы естіген соң үйде ұрыс керіс болып, байдан маза кетті. Байға әйелі де балалары да ұрысты. Енді сатқан ағаштың көлеңкесін қайтып ала алмады. Кеш батса ағаштың көлеңкесі жоғала салысымен жігіт үй ішінен шығып өз үйіне қайтып отырады. Келесі күндері де жігіт ағаштың көлеңкесі түскен жерге келіп жатады. Байдың үйіне түссе соған барады. Сөйтіп байдың ес ақылын да үйінің ішінің алай-дүлейін шығарады. Бай бір күні жігітке сатқан көлеңкесін қайтарып алуға кірісті. Мына ақшаны берейін, бұны ешкім естімесін, қайтып көлеңкемді өзіме сат деп жалбарынады. Алайда байдың сөзінен кейін мүмкіндігі қолында тұрған жігіт көнбеді. Сіз не деп тұрсыз? Мына ағаштың көлеңкесі болмаса демалатын жері болмайды. Оны қайтып сата алмайым дейді жігіт. Бай, менің жағдайымды ойла. Қаласаң үстіне тағы 5-6 теңге қосып берейін дейді. Бай қанша жылы-жылы сөйлесе де бойдағы жігіт сатпады. Қыста мынандай көлеңкені басқаға сата алмайсың. Мына көлеңкені қайтып сатып алам десеңіз, 5000 теңге санап беріңіз дейді жігіт. Бай өзінің қателескенін айтып өкінді. Ол жер тепкілеп ашуланды. Күн батып ағаштың көлеңкесі жоғала салысымен жігіт өз үйіне қайтады. Содан кейін бірнеше күн бойы ол тағы байға маза бермейді. Байдың отбасы үйді қалдырып, алыс жаққа қашып кетуге мәжбүр болады. Соңында 5 теңгеге көлеңке сатып алған жігіт байдың бүкіл үлкен үйіне ие болып қалыпты. Сөйтіп ауыл адамдарына қайырымдылық қылып, көлеңкесінде демалдырады екен.